Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз үй жағдайында духовкада осындай керемет нан дайындайтын боламыз. Нанымыз өте керемет болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз описанияда жазылып тұрған ингредиенттерімізді бір-бірімен араластырып аламыз. Яғни сүтке қантымызды және ашытқымызды қосып 15 минутқа қалдырып қоямыз. 10-15 минутқа. Кейін 10-15 минуттан кейін видеодағыдай етіп кішкене дрожжымыз бен сүтіміз араласқаннан кейін оған сары майымызды қосамыз. Ертілген сары май жылы бөлме температурасында болуы керек, өйткені ыстық болмауы қажет. Осылай барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін кішкене тұз қосып және де мөлшерде берілген ұнымызды бөлікке бөліп отырып саламыз. Өйткені барлығын салсақ бізде артық болып кетуі мүмкін. Ол ұнның сортына да байланысты. Сондықтан бөлікке бөле отырып жақсылап тұрып илейтін боламыз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Міне видеода өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап тұрып илеп алдым. Бірақ маған ингредиенттегі ұннан сәл аздау ұн қажет болды. Сіздер өздеріңіздің ұндарыңыздың сортына қарай бөліктерге бөлеп отырып жақсылап тұрып илеп алсаңыздар болады. Жақсылап болса илеп алғаннан кейін бетін пленкамен, мен секілді мынандай салфамен жауып 1-1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Кейін 1,5 сағаттан кейін көтерілгеннен кейін оны осылай жақсылап басып илеп, қолымызбен бүйтіп басып формаға, нанның формасына, яғни мен батонның формасына келтіріп алдым. Сондай нанның формасына келтіріп жақсылап тұрып өзіміздің духовкаға салатын противенімізге салып тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатқа қойып қойғаннан кейін ол көтерілуі қажет. Ол көтерілгеннен кейін біз нанымыздың бетін пышақпен видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Лезвиемен, өткір лезвиемен кессеңіздер тіпті жақсы болады. Және духовкада 200 градуста қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне осындай нанымыз пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.